Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен бастауыш сыныптардағы математика пәні бойынша жасанды интеллект құралдарын қолдану сабағын өтетін боламыз. Математика пәні үлгілік оқу бағдарламасынан 3-ші сынып 3-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы текше, куб, параллелепипед. Оқу бағдарламасы сәйкес оқыту мақсаты 3-3-2-3 кеңістіктік геометриялық фигуралардың тік төртбұрышты параллелепипед, куб жазбасын дайындау және олардың моделін құрастыру. Оқу мақсаты куб жазбасын дайындайды және олардың моделін құрастырады. Берілетін тапсырма текше параллелепипедтің макетін жасау, басқа топтарға тапсырма әзірлеу. Текше параллелепипед тақырыбына 4 сағат берілген. Бірінші сабақта жалпы теориясы түсіндіріліп, оқулықтағы барлық тапсырмалар орындалады. Екінші сабақтың ортасында топ бойынша жұмыс жасайды. Оқушылар 3 топқа бөлінеді, интернет желісінің болуы маңызды. Dialectics жасанды интеллектін қолданамыз. Сайтқа Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Бір тіркелген кезде 2 тегін проект жасай аламыз. Ең бірінші создать проект батырмасын басып, оның ішінен де проект таңдаймыз. Оның ішіне кірген кезде астыңғы жағында библиотека деген батырма бар. Соны басқанда әртүрлі бөлімшелерге бөлінген, мысалы аңдар, транспорт және де блоки деген құрылғылар бар. Соның ішінде блоки батырмасын басқанда, оның ішінде текше, параллелепипед, конус деген секілді көптеген фигуралар берілген. Біздің тақырыбымызға сай келетін текшені таңдай отырып, әртүрлі макет жасайтын боламыз. Бұл жолы біз 9 текшені пайдалана отырып баспалдақ жасадық. Және әр текшенің материалын, оның ішіне түсін де өзгерте аламыз. Сол арқылы балаларға осы макеттің ішінде неше текше көрсетілген деген секілді тапсырмаларды береміз. Тапсырма жазуға арналған арнайы фигурада берілген. Соны таңдай отырып, өзіміздің проектімізға енгіземіз және беретін тапсырмамызды әдемілеп жазып қоямыз. Балалардың қиялына қарай өздері әртүрлі макетті де осының ішінен таңдап құрастыра алады. Және поделиться батырмасын басу арқылы сілтемемен бөлісе аламыз.